Мінекей біз ойыншығымыздың денесін, басын тоқып шықтық. Енді осылай ине жіппен біріктіріп, бірге қосып тігіп шығуымыз керек денесі мен басын. Мінекей мен басы мен денесін тігіп шықтым. Енді көзіне былай утяжка жасаймыз. Ол үшін ине жіпті сабақтап алдым. Енді көзінің былай орта жағынан инені кіргізіп, осылай тартып байлаймыз. Енді ойыншығымыздың мұрнын тігетін боламыз.
Енді былайдан ортасынан инені кіргіземіз. Жіпті тартамыз. Мына жіпті ішіне жасырып тастаймыз. Мінекей қоянымыздың осылай мен кірпігін, қасын тігіп қойдым. Енді қалған аяғын, қолын, осылай құлағын тігіп шығыңыздар. Аяғы 12-ші, 13-ші қатардың аралығында болады. Қолын былай мойнына таман осылай тігіп шығыңыздар. Мінекей ойыншығымызға қолын, аяғын, құлағын тоқып шықтым. Осындай қоян болып шықты. Енді киімін тоқитын боламыз. Енді қоянымызға шортик тоқитын боламыз. Мынау бір балағы. Қазір сіздермен екіншісін тоқимыз. Ол үшін 30 воздушный петля теріп аламыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Енді мына жерге біріктіреміз соединительный столбикпен. Енді 2 воздушный петля жоғары көтерілеміз. Енді столбикке с накидом тоқимыз. Әр петляға 30 столбик с накидом тоқып шығамыз. Осылай айналдыра столбик с накидом тоқып шығыңыздар. Мінекей соңғы жағына келдік. Мына жерде екінші воздушныйға бағана жасадық қой. Сол жерге соединительный жасап, 2 воздушный петля тағы көтерілеміз. Енді дәл осындай тағы да 3 қатар тоқуымыз керек. Столбик с накидом. Осылай тағы да 3 қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 3 қатар тоқыдым. Мындай болып шықты. Енді соединительный жасап, енді 5 воздушный петля аламыз. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Енді мына екінші балағын қосамыз. Соединительный столбикпен қосамыз. Тағы да 2 воздушный. Енді ары қарай столбик с накидом тоқимыз. Осылай айналдыра бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей соңғы жағына келдім. Мына жерде соединительный біріктіреміз. Бізде қатарда қазір 70 петля болып тұр. Енді жоғары қарай 6 қатар столбик с накидом тоқып шығыңыздар. 2 воздушный аламыз. Осылай столбики с накидом 6 қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей мен 6 қатар тоқып шықтым. Осылай болып шықты шортигіміз. Енді мына екі жанынан, сосын алдыңғы жағынан екі жерден 4 убавка жасаймыз. Себебі ойыншыққа мынау кең болып тұр. 2 воздушный аламыз. Столбик с накидом тоқылады бұл жерде де. Мына жерден убавка жасаймыз. Біреуін жасадым. Алдыңғы жағынан біреу, мына жерден біреу и тағы біреу. 4 убавка жасап, бізде 66 петля шығу керек. Соңғы жағына келдім. Мына жерден соединительный жасап, келесі қатарға көтерілеміз. 2 воздушный. Енді бір қатар 66 столбик с накидом тоқып шығыңыздар бір қатар. Келесі қатарда былай тоқимыз. 2 воздушный. Бұл да бір столбикке саналады. 9 столбик с накидом тоқимыз.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді бір убавка жасаймыз. Осылай енді 5 рет қайталаңыздар. Қатарда 60 петля болып қалу керек. Сосын соңғы 2 қатар 60 столбик без накида, 60 столбик с накидом тоқып шығыңыздар. Мінекей мен шортигімді осылай аяқтадым. Енді мына жерге тура ортасынан белгілеп қойдым. 12 петля, осындай 3 қатар столбик с накидом тоқып шығамыз. Екі воздушный алды. Накид жасап, 12 столбик с накидом тоқимыз. Соңғы 12-ші. 2 воздушный. Бұрып аламыз өзімізге. Тағы бір қатар тоқимыз. Мінекей 3 қатар тоқыдым. Енді бір воздушный петля алып, жай без накида бір қатар тоқып шығамыз. Енді осы жерде түймеге петля жасайтын боламыз. Ол үшін 5 воздушный петля алам. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына жерден біреуін тастайып, екіншісіне соединительный
столбикпен біріктіремін. Түйменің орны, түйменің петля ғой. Енді әрі қарай соединительныймен осы қатарды тоқимыз. Енді екінші жағына да түймеге петля жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 воздушный. И мына ең соңғысына мына жерге соединительныймен біріктіреміз. Мына 2 петля жасадым түймеге. Енді әрі қарай соединительный столбикпен осылай тоқып шығамыз. Мына жерге дейін тоқып келіңіздер соединительный столбикпен. Мінекей мен соединительный столбикпен былай тоқып келдім ортасына дейін, арқа жағында. Енді осы жерден 30 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Енді столбик с накидами тоқимыз. Әр петляға. Аяғына дейін столбик с накидом тоқып шығыңыздар. Мінекей мен соңына дейін тоқып келдім. Енді мына жерде соединительный столбик жасап, тағы да 30 петля воздушный теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Енді тағы да осылай столбик с накидом тоқып шығамыз әр петляға. Аяғына дейін өстіп столбик с накидом тоқып шығыңыздар. Мінекей тоқып шықтым аяғына дейін. Енді мына жерге біріктіретін боламыз соединительный столбикпен. Енді әрі қарай соединительный столбикпенен осылай айналдыра мына жерге дейін тоқып шығыңыздар. Түймеге петля жасадық осы жерге дейін.
мінекей ойыншығымыздың киімі дайын болды. Енді түймесін қадап қоянға кигізетін боламыз. Мінекей мен түймелерін қадап, шортигін осылай сәндеп ойыншыққа кигізіп қойдым. Осындай қоян болып шықты. Мінекей осындай ойыншықтар тоқыдым. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнап жатса, тіркеліп кетіңіздер каналыма. Көп рахмет.